Сәлем қыздар, бүгін сіздерге фотошақыруды қай приложение жазатынды көрсетемін. Мен Over деген студио деп тұрады, или GoDaddy деп тұрады. Осындай приложение мінекей. Осыда жазамын. Ең бірінші бізге фотошақыру керек болады. Ол үшін сіздерде новинки деген канал болу керек. Мысалы мінекей. Мына шақыруды алайық. И біздің студияға кіреміз. Істеміз да, плюсті басамыз да, сразу image дегенге кіреміз. All photos деген басамыз. И біздің шақыруды таңдаймыз сразу. Осы жерде мінекей А деп тұр астында текст, соны басасыздар. Қазақша шрифтімен алдын ала жүктеп қойғанмын. Қазақша шрифті жүктеу, по-моему, каналымда, YouTube каналымда бар ау деймін. Болмаса тоже салармын қалай жүктейтінін. В принципе, оп-оңай. Қазақша шрифт каналына кіріп, поделицаны басып, Over деген приложениеға, осы студия приложение жіберіп қоясыздар, қиындығы жоқтым. Енді осы жерде жазамыз. Мысалы, Азамат Сүндет той деп. Азамат деп жазамыз. Осы жерде стиль тұр. Бұл жерде стильға кірсеңіздер, букваларының арасында отстоп, мына жаққа кірсеңіз, ненің арасындағы отстоп керек функцияларын ғана көрсетейін. Межстрочный отстоп, color деген цвет, бізге қазір цвет керек болады. Так, ол үшін мына жерде пипетканы басамыз да, мына жердегі бізге керек цветті аламыз. Мысалы, мына цвет, или голубой істеуге болады. Азамат тек мысалы. Тағы да добавить текст, Сүндет той. Мысалға, Одан құрметті қонақтар дейміз. Сіздерді ұлымыз. Осылай жазамыз. Ол жазуды білесіздер. Тоқталмай қояйын. Осылай жазып шығасыздар барлығын. Менде образец бар. Телеграм каналда осыған қарап жазсаңыздар болады. Шрифтін ауыстырсаңыздар болады. И осы жерде цвет бересіздер. Неке цвет понятно. Қалғандары shadow деген тень бесеңіз болады осылай. Opacity деген прозрачность, азайтсаңыз болады. Rotate деген поворот, былай. Все, қалғандары бізге функциялар керек емес. Текстке керек именно осы функцияларды қарап алыңыздар. Болды. Осы Over деген студияда мен жазамын. Осы рамульді ғана пайдаланам. Мен неке қараңыздар. Енді осы жерде көрсетіп жіберейін. Рамульді басқан кезде бізде жабысып қалды текстіміз. Ол үшін стильға кіреміз да. Спейсті басамыз. Мына А деп тұр. Одан кейінгі мына екіншіні басамыз. Ол межстрочный интервал деген. Неке арасын осылай ашамыз. Все. Аштық. Все. Дайын шақыруымыз. Жаздық, осылай сақтаймыз, осылай басамыз, сохранить деп. Все. Енді қазір астына мокап жасап үйрететін боламын. Ол үшін Pinterestке кіресіздер. Pinterestке кіресіздерде мокап пригласительных дейсіздер. Менде мінекей уже жазылып тұр. Мокап пригласительных десеңіздер, осы жерде неше түрлі осындай мокаптар шығады. Бұны мокап деп айтады. Скачать изображение дейсіздер. Потом яқта закрыть дейсіздер. Осын плюсті басып, тағы да имейджге кіресіздер. All photos. Мокап таңдаймыз, галочканы басамыз, имейдж деп тұр, соған кіреміз, All photos қайтып таңдаймыз да, мінекей жаңағы жазғанымызды таңдаймыз, все. И өстіп кішірейтеміз да, осының үстіне қоясаңыз болды. Мына жерге водяной знак жасап, өзіңізді парақшаңызды жазып қойсаңыз болады. Мысалы, Тоқсанбаев Фариза деген сияқты, Фариза Тоқсанбаева деген сияқты мысалы. Все. Үстіп, мына жерге бір жеріне бүйтіп қойып қойсаңыз болады. Цветін ауыстырып деген сияқты. Осылай үстіне қойып қоясыздар, галочканы басасыздар, мына стрелканы басасыздар, соңында тұрған. И на скачать сейвті басасыздар. Все, дайын.